Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерге рекассаны қалай ұратынын көрсетейін. Бұрынғы менің түсірген видеоларымда ол ескі болады уже. Қазір жаңасын орнатқан екен. Сондықтан сіздерге жаңа рекассаны қалай ұру керектігін көрсетемін. Рекасса 3.0 бізде. Мына жерде главный деген тұр, продажи, касс, сообщение, настройкаға тимейміз. Мен орнатып бергеннен кейін кассаны басамыз ортадағы. Немесе главныйдағы кассаны бассаңыз да болады. Немесе ортадағы кассаны бассаңыз болады. Позиций. Мінекей добавить дейсіз. Позицияны өшіруге болады. Мысалға сіз не сатасыз? Сүт сататын болсаңыз 1 литр сүт деп қоясыз, немесе көйлек сататын болсаңыз көйлек деп қоясыз, сумка сатсаңыз сумка жазасыз. Өзіңіздің бизнесіңіз неге арналған, соған байланысты жазсаңыз болады. Мен мысалға интернет-магазиннен не заказ берем? Сағат заказ береміз, мысалға. Жоқ, сумка заказ берейік дейік. Сумка женская деп жазып қоямыз. 2 штук дейміз. Стоимость қаншадан болады, мысалға 12 мыңнан саттық дейік. 12 мыңнан добавить дейміз. Автоматты түрде 24 мың тұрды. Егер скидка жасасаңыз, скидкасын жазсаңыз болады. Скидка жасамасаңыз жазбай қойыңыз. Мына жерде наличный деп тұр. Наличный алсаңыз, наличный белгілейсіз. Карта деген мына жерде барлығы жазылып тұр. QR мен қабылдасаңыз, мобильный таңдайсыз, удаленная оплата. Карта прием оплаты через посттерминал. Біз бұл жерде наличный дегеніміз дұрыс, өйткені ертең отчет жасаған кезде мына карта дегендер көрінбей қалады. Сондықтан наличный деп ұрамыз. 24 мың деп жазамыз. Өткен бізде 24 мың. Сохранить. Сізге мысалға 25 мың берсе, 25 мың сдача деген тұр. Соны жазсаңыз болады. Так. Мысалы, сізге наличный 25 мың берсе, 2 мың теңге сдача деп тұр. Сонда оплата 24 мың теңге болады. Бізге наличка 24 мың берді. Так, далее дейміз. Продажа 24 мың теңге бүгінгі күнге. Пин-код жазамыз. Осылай кассаны ұрамыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, себебі осындай пайдалы видеоларды салып отырамын. Бүгінгі смена чек бірінші. Айтпақшы, ай сайын 1400 теңге төлеп отыру керек. Сол кезде мынау услуга, оплатите услуги ОФД деген оранжевый жазу 1 жарты сағат, 1 сағаттың көлемінде кетеді. Жақсы, сау болыңыздар.